Сәлеметсіз ме, құрметті 11 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз биология пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар, оқушылар. Бұл бізде екінші тоқсанға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары, екінші тоқсанның бірінші БЖБ-лары. Олай болса, оқушылар, тапсырмамызды бастайық. Бізде бірінші тапсырма берілген. Сызбада натрий калий насосы көрсетілген. Ішке кіретін калий саны қанша деп бізге берілген? Бір калий ионы, ал сыртқа шығатын натрий саны қанша деген? Бір натрий ионы деп жазасыздар. Келесі тапсырма АТФ рөлін түсіндіріңіз деп бізге берілген. АТФ тірі ағза жасушаларында жүретін бұлшықеттің жиырылуы, жүйке сигналдарының таралуы, синтез және басқа да химиялық әрекеттер үшін қажет энергия көзі болып табылатын органикалық зат деп жазасыздар. Келесі бізде екінші тапсырма суретте заттардың тасымалдануының симпластық, апопластық және вакулярлық жолдары берілген деп бізге берілген. Цитоплазма, плазмалемма және де мына жерде берілген тонопласт, вакуоль. Кестені толтырыңыз деп бізге берілген. Заттардың тасымалдану жолдарына сипаттама беріңіз деп бізге берілген екен. Симпластық иондар мен заттар өсімдіктің тамырындағы сыртқы қабаттардан ксилемаға дейін цитоплазма арқылы өтетін жол. Апопласттық өсімдіктің барлық жасушалары өзара қабықтары арқылы байланысып, заттар жасушааралық кеңістік арқылы таралады. Вакулярлық заттар бір жасушаның вакуолінен келесі жасушаның вакуоліне симпластық не апопласттық жолмен өтіп таралады деп жазасыздар, оқушылар. Келесі бізде үшінші тапсырма түрлі концентрациялы тұз ерітінділерді қолданып жасушалардың су потенциалын зерттеуі төмендегі кестеде көрсетілген деген. Түрлі концентрациялар плазмолизге ұшыраған жасушалар саны көрсетілген. 15 жасуша саны жалпы. Плазмолизге ұшырау проценті берілген бізде, осы жерде барлығын жазып кеткен болатынмын. 0,2, 1 және де 6,7%, 0,4 жасуша бізде 3, 20%, 0,6 бізде 4, 26,7%, 0,8 жасуша саны 6 проценті бізде 40%. Бір бұл бізде түрлі концентрациялар, ал жасуша саны 8 проценті 53,3% деп жазасыздар. График сызыңыз деп бізге берілген. Тұз концентрациясы мен плазмолизге ұшыраған жасуша саны деп көрсетіп кеткен болатын, оқушылар. Міне дәл осылай сызып шығасыздар. Тұз концентрациясы деп дәл осылай сызып шығасыздар. Графикті қолданып қорытынды жазыңыз деген. Су өсімдік жасушасынан сыртқы ортамен осмос арқылы алмасады. Тұз ерітіндісінің мөлшері артқанда жасушалардағы су сыртта көптеп шығып, плазмолизге ұшыраған жасушалар саны арта түседі. Бұл тұз концентрациясы мен плазмолиз арасында тікелей байланыс бар екенін көрсетеді деп жазасыздар. Келесі тапсырма бізде төртінші тапсырма. Калий нитраты ерітіндісінде элодия жапырағын 45 минуттық уақытқа қалдырған және элодия жасушаларында сол аралықта бұрыштағы плазмолизге ұшырағанын көреміз. Бұрышты плазмолиз суретін сызба түрінде салыңыз. Бұл жағдайдың пайда болуының себебін түсіндіріңіз. Ішкі ерітінді мен жасушалық сөлдің концентрациясында қандай байланыс болады деген. Өсімдіктің кез келген мүшесін тұзды ерітіндіге салғанда
біраз уақыт ішінде оның жасушаларында плазмолиз процесі байқалады. Егер жасуша толық плазмолизге ұшыраса, протопласт кішірейтіп, нәтижесінде жасуша қабырғасынан ажырап қалады. Бұл құбылыстың себебі сыртқы ортадағы ерітінді жасуша сөлінен әлде қайда қою гипертоникалық болғандықтан су жасушадан сыртқа шығып кетіп, протоплазма жиырылады. Мұндай өзгеріс тек тіршілігін сақтап тұрған жасушаларда жүреді, ал кейбір жасушаларда жеңіл плазмолиз байқалып, ақыр соңында олардың өліп кетуіне себеп болуы мүмкін деп жазасыздар. Осымен оқушылар, біз тоқтай тапсырманың барлығын түгелдерлік орындаған болатынбыз. Бізде дискрипторда толық балл 20 балл, осы 20 балдың тоқтай 20 балын жинап біткен болатынбыз оқушылар. Енді осымен оқушылар, біздің еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Күндеріңізге сәттілік. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.